Армысыздар, қазақтың арыс ұлдары мен қыздары Шыңдал каналына қош келдіңіз. Шыңдал каналы ағартушылық, психологиялық және рухани бағытта жұмыс жүргізетін канал. Бұл каналдың жүргізушісі мен психолог, тренер Салихова Тамара. Өткен видеомда мен ми жөнінде, мидың құрылысы, мидың атқаратын қызметі жөнінде әңгімелеген болатынмын. Ал бүгін осы тақырыпты әрі қарай өрбітіп, толықтырып ақпарат беретін боламын. Егер сізге бұл тақырып қызықты болса, міндетті түрде осы видеоны аяғына дейін қарап, өздеріңіздің таныстарыңызға таратып отырыңыздар. Сөйтіп, Шыңдал каналының дамуына, өсуіне өзіңіздің ықпалыңызды, үлесіңізді қосып отырыңыз. Сонымен, орталық жүйке жүйесінің үлкен бөлігі бұл бастағы ми. Бұл бастағы мидан басқа жұлын миы деген болады. Жұлын миы қайда орналасқан? Жұлын миы арқадағы омыртқада орналасқан. Енді осы жұлын миы мен бастағы миға сырттан ақпарат қайдан келеді? Оны білу үшін бізге міндетті түрде жүйке таяқшаларының түрлерін білу керек болады. Қандай жүйке таяқшаларының түрлері бар? Бас миындағы жүйке таяқшаларынан басқа жұлын миында да жүйке таяқшалары бар. Сонымен қатар терімізде де жүйке таяқшалары бар. Және бұлшық етімізде де жүйке таяқшалары бар. Бұларды ғылым тілінде қалай айтады екен? Жұлын миындағы жүйке таяқшаларын ғылым тілінде интернейрондар деп айтады. Ал теріміздегі сезімтал жүйке таяқшаларын ғылым тілінде сенсорлық нейрондар деп айтады. Ал бұлшық етіміздегі қозғалғыш жүйке таяқшаларын моторлық нейрондар деп айтады. Енді нейрондардың түрін білгеннен кейін біздер әрі қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Ол үшін бір қарапайым мысал алайын. Мәселен, ыстық шайнектегі ыстық буға байқамай қолымызды немесе саусағымызды тақап алдық. Сол мезгілде ең бірінші қимылдайтын қай жүйке таяқшасы? Ең бірінші бұл сигналды қабылдайтын теріміздегі сезімтал жүйке таяқшалары. Сезімтал жүйке таяқшалары бірден бұл хабарды жұлындағы миға жеткізеді. Ал жұлын миындағы интернейрондар бұл хабарды дереу бұлшық еттегі қозғалғыш жүйке таяқшаларына жеткізеді. Сол мезгілде біздер қолымызды дереу ыстық будан тартып ала қоямыз. Кез келген ауыртатын рефлекстер, ауыртатын хабарлар бізге жұлын миы арқылы өтеді. Жұлын миы бұл хабарды бастағы миға жеткізбестен бұрын әуелі бұлшық еттерге хабар береді екен. Сонда бұлшық еттердегі нейрондар бізге дереу көмек беріп, бізді әртүрлі жаңағы ыстықтан немесе суықтан қорғап қалады екен. Ең соңында бар бұл хабар бастағы миға жетеді, ал бастағы миға жеткен кезде бізде ауырсыну сезімі пайда болады. Бастағы ми өзінің жүйке таяқшаларына нұсқау бұйрық беріп, ондағы жүйке таяқшалары тор құра қояды. Бұл тор, егер осы хабар қайта келсе, ол тор берік те мықты болады. Сонымен бүгінгі видеода мен қысқа түрінде ғана сізге қарапайым мысалмен жалпы нейрондардың қандай түрі бар екендігін және бастағы ми мен жұлындағы миға сырттың хабары қалай жететіндігі туралы әңгімелеп айттым. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыз және пікіріңізді қалдырып отырыңыз. Көріскенше күн нұрлы болсын. Келесі видеомда мен адамның ағзасындағы басты гормондарды әңгімелейтін боламын.